Елімізде шетелдік көліктерді заңдастыру науқаны басталды. Алғашқы күн, автосондағы ахуал қандай? Шетелдік көлік тізгіндеген жүргізушілердің алғашқы легі қазақстандық нөмір алып үлгерді. Вот номер, который дали. Біздер уже 6 автокөлікті тіркедік. Тағы да тіркеп жатыр. Көліктерді тіркеу үрдісі қалай жүріп жатыр? Мән-жай осы шығарылымда. Армысыздар, көрермен, шетелдік көліктерді тіркеу науқаны басталды. Алғашқы күн, автосондағы ахуал қандай? Қазір бірге көреміз. Бұл Орал қаласындағы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы. Автотұрақта бос орын жоқтың қасы. Мұнда тұрған темір тұлпарлардың көбі шетелдік нөмірлі. Жүргізушілер оларды заңдастыру үшін келіп отыр. Жайық өңірі Ресейдің 5 облысымен шектеседі, әрі елді Еуропамен байланыстыратын батыс қақпа. Өз кезегінде жергілікті тұрғындар шекараның арғы бетінен арзан бағаға темір тұлпар тізгіндеуге құмар. Енді олар мүлкін заңдастыруы тиіс. Бұл өз-өзіне қызмет көрсету орны. Шетелдік көлікті тіркеуге келген азаматтар алдымен осы жерге келіп, онлайн өтініш тастау қажет. Негізі бұл өтінішті үйден де беруге болады. Қазір тіркеп жатқан жүргізушілерден сұхбат алып көремін. Көлік 2020-да алып келдім. Россиядан, Оренбургтан. Сол таңертең келдім, документтерін алып, таможня чистка өткіздім. Машинаны содан кейін одобрение берді. Криминалистке жіберді, машинаны тексердіп, кодтарын бәрін қаратып. Содан кейін криминалист жіберді соңға документтермен бірге. Сосын келіп талон алып, машина документтерін тапсырып, 40 минуттан кейін номермен техпаспорт берді. Сол 200 мың теңгесін төледік. Сатып алған кезде қандай құжаттар болды сізде? Сатып алған кезінде ПТС болды, СТС болды, доллар купли-продажа. Машина 3 қағаз. Сол учеттан сояқтан шығарма бірден? Учеттан шығар, әкеліп тұрғызу машина. Вот номер, который дали после российской регистрации первичный. Взял номер, сейчас его одеваем. Көлікті тіркеу қызметіне қосымша мамандар жұмылдырылған. Олардың қатарында орталық қызметкерлерінен бөлек салық және ішкі істер органдарының өкілдері де бар. Азаматтар ең бірінші кезең бұл егов порталы арқылы өтініш беру. Екінші кезең криминалист, ішкі істер департаментінің криминалистері арқылы тексеруден өту автокөлікті. Үшінші кезең бұл тіркеуді Қазақстан Республикасының нөмірін беріп, техпаспортын беріп тіркеу өтіру. 50 маман жұмыстанып жатыр. Сағат біздер қабылдау уақыты 9-дан 6-ға дейін. Біздер уже 6 автокөлікті тіркедік. Тағы да тіркеп жатыр. Көлікті заңдастыру үшін басты 4 талап қойылады. Мүлік былтыр 1 қыркүйекке дейін елге кіргізілген болуы шарт, кейін шетелде тіркеуде және қылмысқа қатысты іздеуде болмауы тиіс. Сондай-ақ кедендік тазартудан өткізілуі қажет. Тек соңғы талап Еуразиялық экономикалық одақ құрамындағы елдерден әкелінген көліктерге қатысты емес.